қалжырт көрерменім. Алдыңызға тәуекел деп міне келдім. Қазақтың салт дәстүрі әдебімен иіліп басым дейіп сәлем бердім. Кетейін мен біздерді таныстырып, көріңіздер бәрімізді салыстырып. Атым Мақпал, Мединаның анасымын. Бұл күнде 3 баланың жанашыры, келемін ізгі аналар жолын қуып. Тозу терең саясы, боласа кеседік, ятымды сәнтин, тасты самызымды. Тапсатты планетті, мен тоқтап тұрмын бұды, басатты отаздары санайымсын баталар. Қазақ қызы әсемдіктің бейнесі, шашпау таққан, көйлек киген, моншақтармен сәндепті. Сақтап өсші ұлт байлығы ата-баба салтымен, биязлық, нәзік мінез болсын сенің қаруың, биік болсын алар асу шығаршың. Сүйіп өсші туған жер мен туған тіл, мен сенетін сендегі бір қасиет. Өр мінезің қайсар қазақ қызының. Әр ананы бағалай біл өнерлі, қарсыластар баршаңызға сәттілік. Достық деген арттырайық ұғымды, тек лайықты емдетсін жеңісті. Өлең жазам, өзімнің өлеңнен бір өлең тоқ берсін. Біреу үшін биікпін, біреу үшін пендемін. Біреу үшін арманмын, біреу үшін жалғанмын. Біреу үшін асықпын, біреуге шын ғашықпын. Біреу үшін күлкімін, біреу үшін түлкімін. Біреу үшін ақ көңіл алақаным ашықтыр. Біреу үшін сымбатты, біреу үшін қымбатты. Қандайсың өмір, қандайсың, жалғанмен бізді алдайсың. Қайсы шын, қайсы өтірік ажырата алмайсың. Біреу шалқып жүреді, біреу ойнап күледі. Енді біреу ауырып, шипаздеп жүреді. Біреу тауып жартысын, бақытты өмір сүреді. Біреу оны мәңгілік іздеуменен жүреді. Біреу құлы ақшаның, содан бақыт сезеді. Біреу құлы Алланың,
Sonunda soның жүреді. Біреу жүрет клубта, ішкенне мәз-майрам. Біреу жүрет мешітте, кешірім сұрап Алладан. Жердегі мына пенделер адасып шын өмірден, байқамай оның өткенін, жалған өмір сүреді, жалған өмір жалмайды, адастырмай қоймайды, тәубесіне пендесін Аллам өзі салғайды. Мақал мәтелді жалғастыр. Ана бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді. Қазақ халқының ұлттық ою-өрнектерін атаңыз дейді. Бізде тұрмыста қолданылған барлық атаулар күнделікті қолданып жүрген атаулардан алған. Кез келген ойын болсын, ою болсын, өрнек болсын, күнделікті көзіміздің алдымызда көріп жүрген олар қошқар мүйіз, қарлығаш, құс тұмсық, көбелек, түйе табан, күнделікті тұрмыстағы өздерінің көріп жүрген, ұстап жүрген заттарын ұқсатып, соларға ою өрнек ойып, солардың атымен атаған. Отбасы өз қолөнерімен. Киіп көрсетеміз ба деген едік, оған білмейтін сияқтымыз. Мынау қораптардан жасалған дүниелер кез келген затты қайталауға болады. Бұл балаларым оқушы болғаннан кейін міне мынау пластиктерді мусорлар қалай шығаратынға не алған. Мынау бас киімді осы бүгінгі конкурсымызға арнап өзім жасап тігіп алдым. Киіммен тамаша. Мынау бүгінге осы арнайы жасалған той бастар ретінде қолдануға болатын қораптан жасалған дүниеміз. Қазақ шашылсақ тойға шашылайық деген халықпыз ғой. Той бастардан қолыма қалам алмағалы біраз болған еді. Осы қызымның сайысқа қатысқаны мені шабыттандырып, бүгінгі әкеліп отқан неміз наурыз көже. 7 түрлі дәм қосып, түрлі дәм қосып, шықтық па деп бұл құстан қуанатын тұстан, күн мен түннің теңеуін күнтізбесіз тізетін, ай мен жұлдыз жерелін оқусыз ақ білетін, төл төрсін сақтапқа қуанышпен жүретін, наурыз келді әз наурыз, қайта қуанып, ұрандатып жүретін жайсаң қазақ еліміз дейді ғой. Міне, бүгінге бізде қазақ жерінде, бұрынғы қазақ елімізде наурыз көже деген, наурыз мейрамы деген өте жоғарғы деңгейде тойланған. Бұл қыстан қалған барлық етімізді, дәнімізді қосып, бұл қазіргі уақытпен де салыстырып қарайтын болсақ, көктем ол ең иммунитеттің төмен болатын уақыты. Осының құнарлығы жаңағы иммунитетімізді көтеруге де барлығына көмектеседі. Ауызбіршілік, көрісу салты деген сияқты. Мұндағы бізге қосылған ақ жүгері, сары жүгері, етіміз бар, және ағарғанымызбен, және бауырсақтарымыз бар. Аналар мектебі сайысында бас жүлде жеңімпазы Еркіновтар отбасы.